Кейде өмір адамды дәл жүрегінен соғып өтеді. Сен сенген адам сатқын болып шығады, ал сен байқамаған жан тағдырыңның тірегіне айналады. Бұл махаббат туралы ертегі емес. Бұл төзім, таңдау және көп адам қабылдай алмайтын ақиқат туралы әңгіме. Ал енді айтайын. Дайын болсаңыз, өйткені бұл оқиға көпшілігіңізді шокқа түсіреді. Мен Берікқалимен отау құрғаныма 16 жыл болды. 3 баланың анасымын. Бірақ біздің отбасымыз алаулаған махаббаттан басталған жоқ. Студент кезімде Таразда оқып жүрген шағымда Берікқалидің курстасымен жүрдім. Бір-бірімізге үйленіп, болашаққа жоспар құрып, үйленеміз деп жүргенде, ол жігіт басқа қызға үйленіп, мені үн-түнсіз тастап кетті. Ол кезді сөзбен жеткізу қиын. Күйзеліс, қорлану, сенімнің күйреуі. Сол ауыр сәттерде қасымнан Берікқали табылды. Ол мені бұрыннан ұнатқан екен. Бірақ ешқашан сезімін айтуға батпаған. Жай ғана тыңдайтын. Жай ғана қасымда болатын. Біз 1 жыл бойы дос болып араластық. Сол достық бірте-бірте сенімге, ал сенім отбасыға айналды. Берікқали бай отбасынан шыққан жоқ. Бірақ оның бір қасиеті бар еді. Ақшаны үнемдеу, жоқтан бар жасау, қиындықтан жол табу. Бірге жүріп бәрін еңбектеп құрдық. Үй салдық. Бала өсірдік. Күйбең тіршілік, жауапкершілік, үнсіз күрес. Мен өзімді бақыттымын деп ойладым. 2 жыл болды, күйеуімнің 2-ші әйелімен үшеуміз бірге тұрып жатырмыз. Иә. Сіз қате естімедіңіз. Бір үйде, бір дастарханда, бір еркекке ортақ тағдырмен. Мен жолдасымның бұл шешіміне қалай келіскенімді, 2-ші әйелмен алғаш қалай кездескенімді, балаларымның бұл жағдайды қалай қабылдағанын, және ең бастысы, менің ішкі күйім қандай болғанын айтып берейін. Жолдасым соңғы 2 жыл бойы қатты өзгерді. Үйде бір жұмалап қонбайтын болды, маған жақындамайтынды шығарды. Бір күні кешкі ас ішіп болғасын жылап отырып сұрадым. Шындықты айтшы, басқа келіншекті сүйіп қалсаң айтсаңшы, бұлай болмайды, мен бұл үйде жүрген пешка емеспін ғой, деп жанжалдастым. Ол сәл үнсіздіктен кейін барлығын бүкпей жармай айтып берді. Маржан, саған бәрін өзім айтқалы жүр едім. Кездесіп жүрген адамым бар. Оны сүйіп қалдым, тастай алмаймын. Екеуміз үлкен ғашықтықпен қосылмағанымызды білесің, сен қабылдай алмасаң мен сол әйелге кетемін, деді жолдасым. Арада 16 жыл бірге өткізген отбасылық өмір бар. Махаббатпен қосылмасақ та арада балалар бар. Үйреніп қалдым. Қазір осы адамды жақсы көріп тұрып жатырмын ғой. Еш ойланбастан, жоқ, мен қарсы емеспін. Тек бізден кетпеші, үйден кетпеші, үйге әкеліп бірге тұршы, деп аяғына жығылдым. Мені тыңдап отырған көпшілік қауым бетіме түкіріп отырған болар. Бірақ мен ажырасуға дайын емес едім. Ол үнсіз үйден шығып кетті. Сол күні үйге қонуға келмеді. Арада 2 күн өтті. Мен балаларға барлығын айттым. Әкесі де айтқан болатын. Балалар қатты ренжіп қабылдамады. Алайда басқа жол жоқ еді. Үлкен ұлым ата енемнің бауырында өскен. Үйде 2 қызымыз қалды. Осылайша менен 7 жас кіші жас келіншекті үйге көшіріп әкелді. Өзі аппақ қуыршақтай нәзік келіншек екен. Тіпті әйел басыммен мен есім кетіп қарап қалдым. Ломбардта сатушы екен. Жолдасымның көзіндегі ұшқынды көрсеңдер ғой, маған ешқашан олай қарамаған екен. Осылайша арада күндер, айлар өте берді. Көбіне сол келіншектің яғни тоқалының бөлмесінде қонады. Мен болсам сол шөлдеген күйім түн болса төбеге қарап бақырайып жатамын. Тірі жанмын ғой, кейде аппақ гүлім дызылдап қатты тентектің дәруменін аңсап қызып жатады. Сол кезде қиналамын. Барып есігін қағып қалап тұрмын деп айтқым келеді, алайда намысым жібермейді. Бір күні түнде ұятты тастап бөлмесінің сыртынан тыңдап едім. Түнгі 3-тің шамасы болатын. Тізгін жолдасымның қолында екен. Айғорын асаулатып шауып жатыр екен. Дымқыл дыбыстар есімді әбден тандырды. Қандай тәтті еді, тентегің деп есі кеткен тоқалдың даусы жатталып қалды. Ал маған айына 1-2 рет амалсыздан жақындайтын болды. Онда да мен жалбарынған кезде. Осылайша өміріміз жалғасып жатыр, елдің өсегі мен күлкісіне айналдық. Ертеңгі күніміз не боларын білмеймін. Мен соңғы кезде өз азаматымды, мені шын ұнатып сүйетін адамды кездіргім келеді. Бақытты өмір сүргім келеді.
Өмір бір рет беріледі, бұндай масқараны таңдаған өзімнің де обалым жоқ. Ал сіздерге, тыңдарман қауым, тек береке мен бірлік тілеймін.